Нұрбек Шманов атындағы мұнай айдау станциясында Кеңкияқ Атырау мұнай құбыры реверсі жобасының бірінші іске қосу кешені пайдалануға берілді. Шараға Қазтрансойл акционерлік қоғамының бас директоры Димаш Досанов қашықтықтан қатысты. Ел басшылығы бізге Кеңкияқ Атырау мұнай құбыры реверсі жобасының уақытылы пайдалануға беруді міндеттеді. Бұл жобаның іске асырылуы мұнайды жылына 6 миллион тоннаға дейін жеткізуге мүмкіндік береді. Құрылысты ағымдағы жылдың аяғына дейін аяқтау үшін бар күшімізді салуымыз керек деді Димаш Досанов онлайн трансляция барысында. Салтанатты шарадан арнайы репортаж. Кеңкияқ Атырау мұнай құбыры реверсі жобасының бірінші іске қосу кешен шеңберінде Нұрбек Шманов атындағы мұнай айдау станциясынан Кеңкияқ Атырау мұнай құбырына дейін 2 желілік тұйықтағыш құрылысы, сондай-ақ мұнай құбырының желік бөлігін реконструкциялау жұмыстары аяқталды. Объектіні пайдалануға берілуі реверстік бағытта ай сайынғы мұнай айдау көлемін 2 есе ұлғайтуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ еліміздің мұнай өңдеу зауыттарын тұрақты жүктеуді және Қытайға қазақстандық мұнай экспортын қамтамасыз етеді. В данный момент на узле учета. Дәл қазір біз есеп тұйықтағышында тұрмыз. Бұл мұнай тасымалын әртараптандыруға бағытталған теңдесі жоқ жоба. Аяқталғаннан кейін біз Павлодар мен Шымкент мұнай өңдеу зауыттарына шикізатты тұрақты жеткізіп, Қытайға транзит арқылы мұнайды экспорттаймыз. Жоба құны 6 миллиард теңгеден астам. Реверс жобасының екінші кезеңінде қатар жүргізіп жатырмыз. Ол Ама мұнай айдау станциясының құрылысы. Жоспар бойынша осы жылдың соңына соны бітірейін деп жатырмыз. Үлкен жұмыстар өткізіліп жатыр. Реверс жобасы 2 іске қосу кешеніне бөлінген. Бүгінгі күнде жобаның бірінші іске қосу кешені бойынша жұмыстар аяқталды. Оның шеңберінде Нұрбек Шманов атындағы мұнай айдау станциясынан Кеңкияқ Атырау мұнай құбырына дейін жалпы ұзындығы 6,5 километр 2 желік тұйықтағыш мұнай құбырының құрылысы жүзеге асырылды. Байланыс телекоммуникациялар және SCADA жүйесін ескерумен Тарас Қасымов пен Кеңкияқ атындағы мұнай айдау станциялары аумағындағы мұнайтас серіктестігінің объектілері мен Атырау Кеңкияқ желік бөлігінде реконструкциялау жұмыстары аяқталды. Инвестициялық жобаны іске асырған мұнайтас жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Меруерт Палмаханова, Нұрлыбек Ғизатов арнайы КТО Ньюс телеарнасы үшін мұнайтас жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қызметкерлері көмегімен.